Сәлем достар, сіздермен өте дәмді, сочный болып шығатын қуырдақты дайындау әдісімен бөлісемін. Әрине баршаңыз бұл тағамды дайындауды білесіздер, дегенмен өз әдісімен бөлісіп кетейін дедім. Қуырдақ жасау үшін арнайы қойдың етін алған болатынмын, бірақ кез келген малдың етінен жасасаңыздар да болады әрине. Бастысы свежий болған жақсы. Етті жақсылап жуып алып, осындай бөліктерге бөліп турап аламыз. Қойдың омыртқасы, қабырғасы, жілігі өте жақсы болады қуырдаққа. Және де малдың іш құрылыстарын, яғни өкпе, бауыр, шек, қарын деген сияқтыларды қосуға болады. Бірақ өзіме тек осы еттен жасаған ұнайды. Сол себепті қоспадым. Енді қазанға өсімдік майын құйып, қатты отта қыздырып, етті салып, араластырып отырып, шамамен 10-15 минуттай қуырып аламыз су тартылғанша. Етіміз тұздалмаған, свежий болғандықтан дәміне қарай тұз салып, ары қарай қуыруды жалғастырамыз су тартылғанша. Бұл тағамның ең маңыздысы ет жас малдікі болу керек. Сол кезде өте жұмсақ болып және әрі тез пісетін болады. Суы тартылып жақсылап қуырылды. Енді пиязды турап және де сарымсақты салып, тағы да 10 минуттай шамамен араластырып отырып қуырып аламыз. Жақсылап қуырылды. Енді үстіне картопты саламыз. Оның үстіне кішкене тұз саламыз, дәміне қарай қара бұрыш салып, тағы да жақсылап араластырып, қақпағын жауып, өте баяу отта толығымен жұмсақ болып піскенше шамамен 40-50 минуттай пісіреміз. Арасында қақпағын ашып, бір-екі рет араластырып қоюды ұмытпаңыздар. Мен су қоспадым, өйткені еттің өзінің соғы шығып, сол сокта пісті. Егерде қаласаңыздар, кішкене қайнаған ыстық су құйып жіберсеңіздер болады. Міне достар, қуырдағымыз пісті, өзінің соғында, ешқандай да су құймадым. Өте сочный, өте дәмді болып шықты. Шамамен 50 минуттай пісірдім, өте баяу отта. Қараңыздар, қандай сочный, күшті болып шықты. Осы тағамды жасап, жақындарыңызды тойдырып, қуантып қойыңыздар. Баршаңызға ас болсын. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Басқа да өте дәмді тағамдардың, өте жеңіл жасалынатын, әрі ерекше болып шығатын тағамдардың рецепттері бар. Қарап өтіңіздер. Лайк басып, комментарий жазып, мені қолдап кетіңіздер. Сіздермен болған Назым.